Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге шелпегі езілмей өте дәмді әрі сочная болып шығатын дәл осындай мантының рецебімен бөлісемін. Рецеп ұнаса, видеоны соңына дейін көріп, подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысқа салқын су құйып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, және де бір жұмыртқаны салып, осы тұз ерігенше бір келкі болғанша араластырамыз. Алдын ала илеуіштен өткен ұнға дәл осы массаны құйып, орташа қаттылықтағы қамырды илейміз. Қасықпен араластырып, масса қоюланған кезде қолымызбен қамыр илейміз. Дайын болған қамырды екіге бөліп, 5-10 минутқа тындыруға бетін жауып қоямыз. Келесі кезекте мантының салмасын дайындауға кірісеміз. Аршып, тазалап, дәл осындай етіп, өте ұсақ етіп турап шығамыз. Менің отбасым тек қана фаршпен жасалған мантыға қарағанда, оның арасына капуста және картошка қосылған мантыны өте жақсы көреді. Келесі кезекте картошка мен капустаны да дәл осылай кубиктап тураймыз. Тартылған фарш майлы болмағандықтан, мен дәл осылай етіп сиырдың іш майын ұсақтап турап алдым. Барлық заттарды дайындап болғаннан кейін дәміне қарай тұз және бұрыш қосып араластырамыз. Келесі кезекте 2-3 ас қасықтай сұйық май қостым. Тынып, жұмсарып дайын болған қамырды қолымызбен басып, оқтаумен жаямыз. Қамырдың ортасынан баса отырып, дәл осылай етіп, оқтаумен жайып шығамыз. Достар, менің арнамда қамырды теп-тегіс және дөп-дөңгелек етіп жаюдың түрлі құпиялары туралы арнайы видео бар. Қамырды жайып бастаған кезде қолдың күшін ортасына түсірмей екі шетінен баса отырып жайсақ, қамырымыз тек-тегіс бір келкі болып жайылады. Жайып дайындап алған тегіс қамырды дәл осылай етіп төртбұрыштап бөліп аламыз. Алдын ала дайындап алған салмаларын ішіне салып, барлық мантыны дәл осылай етіп түйіп шығамыз. Мантоварканың табақтарын барлық жерін осылай майлап шығамыз. Мантылар піскен кезде үлкейеді, бір-біріне жабысып қалмас үшін дәл осылай етіп алшақ-алшақ қоямыз. Мантылардың беті кеуіп кетпес үшін аздап майлап алдым. Қатты отта алдын ала қайнап тұрған суда 45 минуттай пісіріп аламыз. Піскен мантылар өте дәмді әрі бір-біріне жабыспай сочная болып, өте дәмді болып шықты. Өз қалауыңыз бойынша подлив та жасауға болады. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын осындай рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Видео ұнаған болса, өз пікіріңізді комментарий бөліміне жазып қалдыруды ұмытпаңыз.